Зекетті қай уақытта беру керек? Ең әуелі зекет кімге парыз болады? Сол жөнінде тоқталып өтсек. Егер бір адамның бойынан төменде аталған шарттар табылатын болса, ол адамға зекет беру парыз болып табылады. Бірінші, ол адам мұсылман болу керек. Екінші, ол азат адам болу керек. Үшінші, нисап мөлшеріне жеткен дүние мүлкі болуы қажет. Және төртінші, сол дүние мүлкіне толыққанды иелік етуі қажет. Бесінші, зекет малының өсімді түрде болуы қажет. Алтыншы, негізгі қажеттіліктерінен артық болуы қажет. Жетіншісі, нисапқа толған дүние мүлікке 1 жыл толуы керек. Және соңғысы, қарыз болмау керек. Сонымен қатар, зекеттің орындалуы дұрыс болу үшін тағы да 2 шарт бар. Ол зекет беруге ниет ету керек. Және сондай-ақ сол беретін зекетін зекет алушыға иелендіру керек. Соның қолына беруі қажет болады. Ал енді сол зекет парыз болған адамға зекетті қай уақытта беру керек деген мәселеге келетін болсақ, жалпы 4 мазхаб ғалымдары зекет қашан парыз болған болса, сол уақытта беруі керек деген. Егер сол зекетті беретін уақытынан ешқандай бір себепсіз кешіктіріп жүретін болса, ол адамға ол күнә болып саналады. Жалпы дінімізде негізінен зекет, ол зекет берушінің емес, зекет алушының ақысы болып табылады. Сол себептен де дініміз бойынша егер біреудің ақысын бермей жүрсе, немесе кешіктіретін болса, ол аманатқа қиянат болып табылады, сондықтан ол күнә болып есептеледі. Ал енді осы айтып отырған мәселеге қатысты қандай бір хадис бар дейтін болсақ, Оқуба ибн Харис радиаллаху анхудан жеткен хадисте ол кісі бірде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламмен бірге аср намаз, екінті намазын оқиды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазды бітірген бойда, сәлем берген бойда дереу тұрып өзінің үйіне қарай кетіп қалады. Кейін қайтып оралған кезінде сахабалардың бір таңданып қарап отырғандығын көргесін, оған өзінің кету себебін былай деп түсіндіреді. Менің үйімде белгілі бір мөлшерде алтындар жатқан еді. Сол алтындардың бүгін түнде менің үйімде түнеуін қалаған жоқ. Сол себептен де мен ол алтындарды мұқтаж адамдарға таратып беруге әмір бердім деген. Міне осы хадиске сүйенген біздің ғалымдарымыз, яғни кедейдің ақысы болған зекетті кешіктіру, себепсізден себепсіз кешіктіру, ол күнә болып табылады деген. Ал енді жалпы дініміз ислам негізінен жеңілдікті басты назарда ұстайды. Егер бір себептерге байланысты зекет беретін адам таппай, немесе басқа бір себептермен зекет беруді кешіктіретін жағдай болып қалып жатса, онда ол күнә болып табылмайды. Себебі Хазіреті Омар радиаллаху анхудың заманында зекет беретін адамдардың сол жылы Омар радиаллаху анхудың кезінде бір құрғақшылық болып қалып, зекет беретін адамдарға Омар радиаллаху анху зекеттерін келесі жылы беруге әмір берген екен. Міне осы риуаятқа сүйеніп, белгілі бір себептерге байланысты зекетті кешіктірсе, ол айып болып саналмайды. Жалпы ислам ғұламалары зекетті қай кезде берген абзал деген мәселеге қатысты негізінен Рамазан айында берсе нұр үстіне нұр болады деген. Себебі өздеріңізге белгілі, Рамазан айы қасиетті ай, сол айда істеген құлшылық ғибадаттардың берген садақалардың сауаптары еселенетіндіктен Рамазан айының үстінде беріп жатса, нұр үстіне нұр болады деген. Бірақ десе де зекетті белгілі бір айда немесе белгілі бір күнде беру керек деген нәрсе жоқ. Зекет қашан парыз болған болса, оны беруге мүмкіншілік болып тұрған болса, сол уақытта беру парыз болып табылады.